Şodan yıkayaktı, keldin ba Burkadan? А? Keldin ba Dubai'dan diyeyim. Мына жерде отырған кім енді? Елес па? Ne boldu dik etip. Şeşi üçün turumuz koysun da. Maqıl onu koyarız. Ne koy sen mağın Dubai'dan alıp geldin olsa? Саған? Дубайдан? Ya mağam. Бос қол келмеген шығарсың енді. Мен саған Джонни Дубайдан необычный сыйлық алып келдім бұл. Дубайдың ауасы. Ба ішке. Қой екі аяқты мынауың болмады. Мен барып газир айдай берем ау. Кем істеп айтсам ренжит та есалады. Тренд, я хотя бы не версия с Джонни. Мен хотя бы таксиде келе жатқан кезде қорққанымнан бұтыма жіберіп қойған жоқпын. Оля, екі аяқты жарымсың ба, ол нәрсені айтқан ес? Мен хачапы әдем болу үшін айнаның алдында 2 сағат сыланып тұрмай. Мен итак әдемімін. Ойбай-ай, мен хотя бы туалетный бумага қолданам. Сен сияқты тілімді қолданбаймын. Мама! Мен хотя бы үйде спокойно отыра беремін, сен сияқты шошаңдап далаға шыға бермеймін. Мен хотя бы жейтін тамағымды дастарханның үстінде отырып жеймін. Сен сияқты жерден жемеймін. Мынауың қатты кетті. Мен хотя бы сен сияқты үстімдегі жүндерді алып тастамайым. Менің үстімдегі жүндер өте сүйкімді көрінеді. Айта салдың ба дедім ғой сені? Мен хотя бы ай сайын мынандай ішіме жүн жиналып, сол жүннің барлығын құспаймын. База жоқ. Мен хотя бы жігіт үшін ресторанда шөп төлеген емеспін. Мен хотя бы анау сыртта көшеде ұшып жүрген құстарды ұстаймын деп басымды терезеге соғып алған жоқпын. Қайдағы жоқты еске түсіріп бұлда. Құрметті екі аяқты, сені бүгінгі ұрғашылар күні мен... Және, ұрғашылар емес, әйелдер күнімен деп айтсай? Я, әйелдер күнімен құттықтаймын, және де мына гүлдер саған. Мына гүлдер маған ба, Джонни? Жоқ, өзіме алдым. Десене шутка, конечно, әрине саған. Қайда. Джонни, мынандай гүлді 8-ші наурызға сыйламайды ғой? Тем более тірі адамға. Не болыпты? Гүл болса болды емес па? Оны қоя берші, мақұл, сен вообще қайдан алып келдің ба 2 гвоздиканы? Тауып алдым. Қай жерден тауып алдың? Ой, онда бір әлде қандай қылып. Не жұмысым бар, қай жерден тауып алғанымда? Мен болмасам бұндай гүл таба алмайтын едім ғой. Адамның көркі шүберек, мысықтың көркі қасында жүрген сүмелек деуші еді ғой. Шүберек демекші, енді мынау екі аяқтың сатып алған затын қараңдар. Мен тура бір мысық емес ойыншық болдым ғой мынаған. Ё-майо, ятай. Мен айтам да, балаңды туда, сол балаңды киіндіріп жүрмейсің ба десем, сен кімсің сонда дейді? Мен мысықпын, сенің балаң емеспін десем, какая разница дейді? Твоя больная фантазия дедім. Менің үстімде и так-то 5 қабатты шубам бар. Бұна салдырлап қалған, мұна тряпкаңды не істеймін, мені обырап қалған, еще и китайский, фу. Жұрттың бәрі инстаграмда мысықтарына киім дейсіп қояды екен. Біздің қай жеріміз киім, мен де саған киісіп қояйын деп алып берген тұр ғой. Жұртты мен айтам да, сол жұрттың бәрі крышадан секіреміз десе, сен де барып секіресің ба дейм ғой. Молодец, просто молодец, Жанбек, мына мысыққа қараш. Мына мысық бүкіл әлемді мойындатқан, 1 миллион подписчигі бар. Бүкіл әлем таниды, прям жұлдыз болып кеткен ғой мына мысық. Сен неге осы мысық секілді бола алмайсың? Солай ма? Онда алып келші анау компьютерді. Так, Илон Маск. В общем, мұнда қара, мынау Илон Маск. Бұл да сен секілді 2 аяқты. 2 қолы бар, 2 аяғы бар, 2 көзі бар, бірақ бұл миллиардер. Сенің қай жерің кем мұнадан? Неге сен миллиардер емессің, а? Мына 2 аяқты тағы да шашын бояп алыпты. Шашы былай тұрсын, ішіндегі миына зиян тиіп кетпесе болар еді. Мен бәрін естіп жатырмын, Жанбек, сен іштен сөйлеп жатқан жоқсың. Ойбай, без обид онда. Екеуміз танысқалы бері сен мен жамандай бересің, неге? Өзің ғой енді кезінде жұмыртқамды. Тыныш, Джонни, тыныш. Өтті, кетті, болды ғой, баяғыда болды. Кей кезде ойланып қоямда, просто қазір бала шағалы болды, бір отбасының отағасы болып отыратын едім депші.
Бір жағынан ше, екі аяқты сен дұрыс дедің. Бала шағалы болғаннан кейін оларды тоқту керек, әрқайсына үй алып беру керек, таксовать ету керек. Лучше осылай сұр бойдақ болып жүре бергенім артық. Осы екі аяқты сумкаларды не істейді, жейді ма, соны әрі түсінбедім. Кредитсе болды, шошаңдап баратта сумкала берет. Үйде пакет деген тола, сол үйдегі бір пакетті ұстап жүре берсең болады ғой десем, сразу басын алып қашады. Бағасын естігенде, шынымен де маған тіл бітейін деп қалды. Бағасы 240 мың теңге, мама! Айналайын екі аяқты, 240 мың теңгеге мен бір жылқыны алып, соны бір жыл жейтін едім ғой. Бұл не деген батпан құйрық, а? Бүгін менің туған күнім, ойбай-ай, мына халқым неге жатыр тойламай, сыртқа шығып тойлап қайтар едім өзім ақ, мына қаншықтың мені үйде қамап қойған-ай. Бүгінгі влогымды осылай әндетіп бастап жатырман, себебі 9 мамыр күні мен 3 жасқа толдым. Ойбай, мына Жәнібек әлі шигол екен деп ойлап қалмаңыздар. Небәрі 3 жаста болсам да өмірді көріп тастағанмын. Кезінде районский мысық болған ғой, мына кемпірді кездестірдім да чорт боп қалдым, елки-палки. Десең, я шучу, конечно. Арасында осылай өз-өзіме прикол ұстап қоям да. Ал енді сыйлықтарға распаковка болсын, мен негізі екі аяқтыдан машина сұраған едім, бірақ екі аяқты сенің аяқтарың машинаның педальдарына жетпейді деп осындай мебель сыйлады. Ишігі бар, лесенсасы бар. 1045 тырнақ қайрайтын орындары бар. Неге сонша көп деп ойлаймын да екі аяқты. Мені 40 аяқ деп ойлап қалды ма? Потом маған осындай торт сыйлады. Одан кейін өз жеп көт, конечно, бұл тортты, но ничего страшного. Мына маған сыйлық бұл тарақ, потому что мен таранғанды жек көрім. Екі аяқтынан келесі сыйлаған сыйлығы бұл осындай ойыншық дразнилка, вкусняшка салып беретін осындай тышқаны бар миска, джинсовый костюм. Мен түрме қарап маған қатты ұнап тұрған байқасаңыздар болады. Болды, осымен мені туған күнім бітті. Всех люблю, всех обнимаю, пока-пока. Джонни деймін, осы екеуміздің тұрып атқанымызға бағандай 2,5 жыл болды да, бірақ мен саған өзімнің атымды әрі айтпаппын ғой. В общем, менің атым... Тоқта екі аяқты, давай сенің атыңды мен тауып көрем. Давай, ал тауып көр. Сенің атың Мурка. Жоқ. Маруся. Жоқ. Мүмкін Снежок? Жоқ, қуасың болған бәрі мысықтың аттары ғой. Онда сенің атың точно Балтабай. Жоқ. Мүмкін Қаржаубай? Ал енді бұл ер азаматтардың аттары. В общем, менің атым Злиха. Не дейді? Злиха. Салиха? Злиха. Қалай? Алақандағыдай. Все, ладно, қош бол. Екі аяқты деп айтып жүре берші, все, давай. Осыны қалай деп айтсам дейін жетші. 2,5 жыл бірге тұрып болғаннан кейін өзінің атын айтып жатыр ғой. Шынды ма біреуі? Мына кезде екі аяқты маңызды бір нәрсемен айналысып жатыр деп ойлап қалуларыңыз мүмкін, бірақ жоқ, ол мультфильм көрейін деп жатыр. Бетіне қойып алған маскасы бетіне жабысып, бұны шеше алмай жатыр. 1045 уходының бәрін жасап болам дегенше уже кеш батады. Мынау случайно менің аяғыма жағатын крем емес па? Жоқ, ол емес екен, өзінің крем екен. Алдында екі аяқты бетін аздыратын укол салдырған, сол жеріне массаж жасап жатыр. Джонни, оны неге айтып жатсың енді? Жоқ, өтірік па не? Енді боянайын деп келе жатқан кезде екі аяқты мені алып екеуміз сыртқа шығып кеттік. Ветеринарный клиникаға алып бара жатыр ма деп қатты қорықтым. Сөйтсем, просто кофе алуға келген екенбіз. Үйге келгесін сразу боянуды бастап кетті. Бетін тарсылдатып осылай ұрып жатыр. Білмеймін неге бетін ұрып жатқан. Енді беті кәдімгідей жылтырап тұр, бірақ бұл жылтырақты кетіру үшін пудра жағады. Одан кейін тура жаңағы жылтырақты шығару үшін бетіне хардлайтер жағады. Что за логика? Қасын осындай щеткамен тарап жатыр. Қасы и так көрініп тұр ғой, оны неге бояп жатыр деп ойланып қоям. Бір түрлері бір қатып қалған помада ұстап алған ғой. Мына помада мынаның еріне жағылмайды вообще. Мына екі аяқты қайтамда айна, өміріңнің жартысы боянуға кетеді екен ғой. Мына затты білейм мен, бұл туш. Айтпақшы екі аяқты туштары қатып қалған кезде ыстық суға салып ерітіп алады. Оны бұл жерге қыстырып не үшін айтып жатсың, Джонни? Хорошо, қойдым. Макияждың құдіреті-ай, қараңыздашы, әп-әдемі болып шыға келді. Мен де обязательно қыстырып қалуым керекпін, потому что мен болмасам бұл қасқаның видеолары просмотр жинамайды. Бұл шеткізіп айта салдың ба дедім ғой, Джонни?
Жұрттың мысықтары деймді нормальный мысық секілді үйлерінде тып-тыныш отырады. Мен болсам қайтадан бір жерге бара жатырмын. Екі аяқты айтты, бұл жолы біз реклама түсіруге бара жатырмыз дейді. Ол рекламаның ақшасын өзім алсам бір сәрі. Ол ақшаның бәрін екі аяқты алып қояды. Өзім тып-тыныш мысықтарсыз өмірімді сүріп жүрем ба десем қақтағы. Блогер ма сондай болып кеттім. Екі аяқты, как всегда, ырза. Мен болсам вообще бұндай обедтің уақытында ұйықтап ататын едім үйде. Жып-жылы жерде. Мынаны қараңдар. Ужас! Мына мысықты көрген кезде мен тастай салып сразу жабысты мына мысыққа. Көз алдында сенің екі аяқтың басқа мысықты құшақтап сипалап тұрса, прям шаман ауыр тиеді екен. Қош екі аяқты олай өтірет, менің көңілімді ауламай қош, мен саған ренжідім, конкретно на то пошло. Мені жай ғана мысық деп менсінбейтін шығар, бірақ менде де сезім бар. Екі аяқты видеоға түсірер кезде менде сылап, сипап, тарап, әдемі қылып қойсай, өзім ғана айнамен алса бермей. Ой, Джонни, сен и так әдемісің ғой. Сонда да енді дос бар, дұшпан бар дегендей. Қандай дұшпан сенде, Джонни? Адам күлкісін келтірмеші. Біреудің көзі тиіп кетсе де жаман. Қызыл жіп па, тұмар ма тағып жүру керек. Ой, Джонни, қазір өзің істеп аласың да процедураларыңды. Кім дура? Мен ба дура? Мен дура деп тұрсың ба сен? Процедура дейм, процедура, орысша сөз. Не болды саған сонша? Ой, без обид екі аяқты қайдан білейін? Менің тура деп кекетіп жатыр ма деп ойлаған ғой.